құрметті қонақтар, әріптестер, Нұрбол, бүгін өте бір тамаша күн болып жатыр. Шығармашылық кеште кездесу деген бұл үлкен бақыт біз үшін. Қадыр Мырза ағамыз айтқан екен, бақыттың үлкені болмайды, қайғының кішісі болмайды деп. Міне бүгін Нұрбол ағамыз айтқандай төбесі көкке жеп өтіп отыр. Ол шығармашылық кештің біздің оқу орнында өтудің өзі біз үшін бақыт. Рахмет сіздерге. Бұл мына біздің Музыкалық мәдениет бөлімі, оларға қарасты орталық кітапхана осындай ұсыныс жасаған уақытта біз әрине қолдап, алдағы уақытта да сондай бір үлкен шығармашылықпен жұмыс істегіміз келеді. Сондықтан сәттілік тілеймін. Мынау енді өзіміз, мен Нұрбол бізге енді өкшемізден басып жатқан ініміз ғой, әріптес ретінде. Бірақ бүгін Нұрболды өз адам жақындаған сайын басқа қырынан таниды екенсің. Мен бүгін Нұрболды жаңа өзінің айтқан әр ақынды оқи отырып, оның мінез құлқын байқауға болады. Мен бүгін Нұрболдың мен бір шеңбердің ішіне жүргім келмейді дегеннен, мен тәуелсіздіктің құрдасы екенін тағы да дәлелдеп тұр. Өте жақсы. Енді біздің Мағжан Жұмабаев өзі айтқан, мына географияны оқытуды ауылдан бастау керек деген. Ондағы ойы біз ана үлкен мұхиттарға, бұғаздарды білу үшін өзіміздің мына Қандыағаштың қасында өтіп жатқан өзен көлдерімізді, оның табиғатын, шығатын өсімдіктерін, жан-жануарларын білуіміз керек. Олай болса, біздер ақиық ақындарды, үлкен ұлы Абайды, Гетені, Толстойды оқи отырып, өзіміздің жергілікті ақындарымызды бағалауымыз керек. Мен міне қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі ретінде өзіме жоспар қойып отырмын. Қайда жүрсем де Нұрболдың өлеңдерін, жазған барлық шығармаларын Қазақстан жұмысқа бір жоспарлы қосатыныма мен міне айтып, оны басқа да өзім сабақ беретін оқушыларыма жеткізіп отырамын. Рахмет. Бүгінгі мынау жасың құтты болсын. Мадан бері өзіме толғандырып отыр еді. Нұрболды кім оқытты екен? Қандыағашта оқығанын білемін. Бірақ жаңағы Альбина қарындасымыздың оқытқанына тағы да қуанып отырмын. Осындай біздің ұстаздарымыздан осындай үлкен азаматтар өсіп өнсін. Нұрбол Ерболұлы, міне енді жаңағы өзіңіздің әкеңіздің сол көрегендігін мен байқап отырмын. Қолыңыздан жетектеп барып, осындай сізге үлкен өнер жолына сіздер шыңдап отырған бастан алып барып міне. Сондықтан аруақты әке-шең аман болсын. Қазақ айтқан 30-ында орда бұзбаған, 40-ында қарсы алмас деп. Аллаға шүкір, жақсы келе жатсың, тіл көзден сақтасын. Міне сол киелі жұрын жуановтардың мектебін басқарып отырсың. Ұжымыңа рахмет. Дұғай бізден сәлем айт. Денің сау болсын. Жақсылықта кездесейік. Өн біз соған тілекшіміз. Мынау біздің қойын дәптеріміз бар. Өтеді деп айтты. Ақынға керегі. Және мектеп басшысы ретінде, ұстаз ретінде қаламың сиясы кеппесін, ұштала берсін деп, мынау арнайы қаламсап және өзін көрсетіп тұратын указка.